Ағылшын тілінің 18-ші сабағы. Біз алдыңғы сабақтарда I played tennis, мен теннис ойнадым. I was playing tennis, мен теннис ойнап жатыр едім. I have played tennis, мен теннис ойнап көрдім. I have played tennis for 6 years, мен теннисті 6 жыл бойына ойнап келемін деген сөйлемдерді қалай жасауды үйренген болатынбыз. Келесі үйренетініміз жетістіктің perfect continuous деген түрі, яғни созылмалы perfect деген түрі. Бұл етістіктің мына сөйлемдерден айырмашылығы қандай? Бірінші жасап көрейік. Әуелі есімдікті жазып аламыз. Есімдіктен кейін have етістігін жазамыз. Have етістігі мұнда қосымша етістік рөлін атқарады. Сосын be етістігінің үшінші формасын жасаймыз. Be етістігін біз білеміз, бұл irregular verb қатарына жатады. Өткен шаққа ол was, were болып ауысса, үшінші формасы been деген сөз болады. Міне біз сөйлем құрастыру кезінде осы be етістігінің үшінші формадағы түрін пайдаланамыз. I have been дейміз. Келесі негізгі етістігімізді жалғаймыз. Негізгі етістік бізде play етістігі. Play етістігін ing арқылы жалғаймыз. Өйткені бұл созылмалы perfect етістік түрі. Созылмалы кезде біз білеміз ing жалғауларын жалғаймыз. Сонымен сөйлем құралды. I have been playing tennis for 6 years. Бұл сөйлемнің мына сөйлеммен айырмашылығы қандай? Мына сөйлем мен 6 жыл бойына теннис ойнап келемін деген сөйлем болса, мына сөйлемнің аудармасы былай болады. Мен 6 жыл бойына теннис ойнап келе жатырмын деген сөйлем, яғни қазақшада present perfect continuous аударылады. Біреуі мен теннисті 6 жыл бойына ойнап келемін болса, perfect continuous'та мен 6 жыл бойына теннисті ойнап келе жатырмын деген сөйлем жасалынады. Басқа да мысалдарды жасайық. I have been living in Europe since 2007. Яғни have етістікке have деген қосымша етістікті жазамыз, сосын be етістігінің үшінші формасы, сосын негізгі етістікке ing жалғауын жалғау арқылы біз perfect continuous етістік түрін құрастырамыз. Аудармасы былай болады. Мен 2007 жылдан бері Европада тұрып келе жатырмын. Дәл сол сияқты мына сөйлемдерде қарайық. We have been studying English for several years. Біз ағылшын тілін бірнеше жылдар бойына үйреніп келе жатырмыз. She has been working there. Ол ана жерде жұмыс істеп келе жатыр деп сөйлемдерді аударамыз. Бұл сөйлемдердің present perfect'тан айырмашылығы қандай? Мысалы, жасап көрейік. Мұнда I have lived, яғни бірден мына perfect continuous емес, perfect'тің өзіне жасайық. I have lived in Europe since 2007. Онда сөйлем былай аударылады. Мен 2007-ден бері Европада тұрып келемін. Ал мына сөйлемнің аудармасы мен 2007 жылдан бері Европада тұрып келе жатырмын деген сөйлем. Енді біз мына жердегі since дегенді алып тастайық. 2007 жылдан бері, 2007 жылдан бері деген. Сол кезде сөйлемнің мағынасы өзгереді ме екен? Present perfect'те міне мына сөйлемде сөйлем мағынасы өзгереді. Өйткені сөйлемнің мағынасы енді былай болады. Мен Европада тұрып көрдім деген сөйлем болады. Яғни for немесе since деген предлог сөздерді пайдаланбасақ, онда present perfect'тің мағынасы түгелмен өзгеріп кетеді. Мен Европада тұрып көрдім деген мағынаны білдіреді. Ал мұнда сөйлемге since'ті және for'ды пайдалансақ та, пайдаланбасақ та мағынасы бірдей болады. Мен Европада тұрып келе жатырмын деген сөз. Since 2007 немесе for 2 years деп те жасауға болады. 2007-ден бері немесе 2 жыл бойына тұрып келе жатырмын деп те айтуға болады. Және оларды қоспасақ та сөйлем мағынасы өзгермейді. Мен Европада тұрып келе жатырмын болады. Ал мұнда егер since пен for'ды қолданбасақ, онда сөйлем мағынасы өзгеріп кетеді. Мен Европада тұрып көрдім болады. Дәл сол сияқты міне мына жерде де біз we have been studying English деген сөйлемді perfect'те жасап көрейік. We have studied English. Study, live етістіктері regular етістіктер, сондықтан үшінші формасы ed арқылы жасалынады. ed жалғауы арқылы. Сонымен мұнда да for several years дейік.
екеуінің мағынасы бірдей мына жерде. Мысалы, қазақшада да айтылуында сәл айырмашылық болғанмен мағынасы бірдей болады. Біз ағылшын тілін бірнеше жылдар бойына оқып келе жатырмыз, және біз ағылшын тілін бірнеше жылдар бойына оқып келеміз. Екеуінің келе жатырмыз, келеміз дегеннің ондай қатты айырмашылығы жоқ. Бірақ егер біз for'ды алып тастайтын болсақ, онда present perfectте мағына өзгереді. We have studied English. Біз ағылшын тілін үйреніп көрдік, немесе үйреніп алдық деген мағынаны білдіреді. Ал мұнда мағына ауыспайды. For қойсақ та, since деген сөздерді қойсақ та, қоймасақ та, біз ағылшын тілін үйреніп келе жатырмыз деген аударманы білдіреді. Дәл сол сияқты she has been working there деген сөйлемді алайық. Ол ана жерде жұмыс істеп келе жатыр. Енді she has worked there деп айтайық. Ол ана жерде жұмыс істеп көрді деген мағынаны білдіреді. Яғни біз since, мысалы since 2013 десек, онда бұл жерде сөйлем мағынасы өзгереді. Ол 2007-ден бері жұмыс істеп келеді. Мұнда ол ана жерде жұмыс істеп келе жатыр. Ал since-ті алып тастайтын болсақ, онда present perfectте мағына өзгереді. Ол жерде жұмыс істеп көрді деген сөз. Ал мынау since, мына сөйлемдер have been playing, have been living, have been studying, has been working деген сөйлемдерде since-ті қойсақ та, қоймасақ та, for деген предлог сөздің қойсақ та, қоймасақ та мағынасы өзгермейді. Present perfect continuous-тың тағы бір қолдану аясы мынандай. Оны біз present continuous-пен салыстырып түсінеміз. Мысалдар жасап көрейік. Мысалы, I'm doing this деген мен осыны жасап жатырмын деген сөйлем. Мына сөйлем. Ал егер дәл солай I have been doing this for quite a while десек, онда сөйлем былай болады. Мен біраз уақыт бойына, quite a while деген біраз уақыт бойына мынаны жасап жүрмін. Яғни мен жасап жүрмін, бұрын басталды, жасап жүрмін осыны деген кезде біз have been-ді пайдаланамыз. Have been doing. Дәл солай, мысалы, келесі сөйлемді қарайық. I have been writing a letter since yesterday, мысалы. Мен кешеден бері хат жазып жүрмін деген сөз. Хат жазып жүрмін. Ал дәл сол сияқты present continuous айтуға болады. Мен хат жазып жатырмын. Мына present continuous-тағы сөйлемдердің барлығы қазір мен мынаны істеп жатырмын, ананы істеп жатырмын, мынаны істеп жатырмын деген сөйлем. Ал мына perfect continuous-тағы сөйлемдер ол мен мынаны істеп жүрмін, біраз уақыт бойы басталды, соны әлі жалғастырып істеп жатырмын, істеп жүрмін деген мағынадағы сөйлем. Мысалы, I've been having my breakfast, I'm having my breakfast. Екеуінің мағыналық жағынан айырмашылығы қандай. Және ең қызығы қазақшада да екеуінің аудармасы екі түрлі, бірақ мағыналық жағы өте ұқсас. Мысалы, аударайық. Мен таңғы асымды ішіп жүрмін. Ал мұнда мен таңғы асымды ішіп жатырмын деген сөйлем. Келесі сөйлем I've been dancing. Мен билеп жүрмін. Мысалы, күндер бойы ешқандай тоқтаусыз, without break, ешқандай тоқтаусыз билеп жүрмін. Ал мынау I'm dancing, мен билеп жатырмын деген сөйлем. Келесі I've been wearing my shoes. Мен мына аяқ киімді киіп жүрмін, қашаннан бері киіп жүрмін. Мысалы, since деп жазуға болады. Since childhood. Кішкентай кезімнен бері осы аяқ киімді киемін. Аяқ киімді киіп жүрмін деген сөз. Ал I'm wearing my shoes. Мен аяқ киімді киіп жатырмын деген сөйлем. Яғни present continuous-тағы I'm doing this, I'm writing letter, I'm having my breakfast деген қазір мен мынаны жасап жатырмын. Қазіргі уақыттың айналасындағы әрекеттерді айтады. Қазір мынаны істеп жүрмін, мынаны істеп жатырмын деген сөйлем. Ал present perfect continuous қазір емес, бұл біраз уақыт бойына, кешеден бері, күндер бойына, балалық шағымнан бері мынаны істеп жүрмін, хатты жазып, мысалы кешеден бері хатты жазып жүрмін, тамақ ішіп жүрмін, билеп жүрмін деген мағынадағы сөйлемдерде біз perfect continuous-ты пайдаланамыз. Мысалдар қарайық. Мысалы, it's been raining all day. Күні бойы жаңбыр жауып тұр деген сөйлем. Мынау it is raining now деген сөйлем мағынасы сәл басқаша. Қазір жаңбыр жауып жатыр
қазір жауып жатыр. Ал мынау жауып тұр күні бойы. Кеше азанда басталған әлі жауып тұр. Күн жауып тұр деген сөйлем болып табылады. Келесі, what have you been doing? Не істеп жүрдің күні бойы деп айтуға болады. Ал мынау what are you doing now? Сен қазір не істеп жатырсың деген сөйлем болып табылады. Сонымен біз ағылшын тілінде осы сабаққа дейін мынандай етістік түрлері бар екен білдік. Simple деген қарапайым етістік түрі, continuous деген созылмалы етістік түрі, perfect деген аяқталған. Perfect деген сөздің өзі ағылшын тілінде керемет деген мағынаны білдіреді. Бірақ етістік ретінде аяқталған етістік түрі деп атауға болады. Және келесі етістік түрі perfect continuous, аяқталған созылмалы етістік түрі. Оның өткен шақтағы және осы шақтағы және келер шақтағы түрлері бар. Біз осы сабаққа дейін осы шақтағы етістік түрлерінің барлығымен танысып шықтық. I play tennis деген мен теннис ойнаймын деген сөйлем. I am playing tennis, мен теннис ойнап жатырмын деген сөйлем. Ал егер өткен шақта айтатын болсақ, I played tennis, мен теннис ойнадым. Мына сөйлем болса, I was playing tennis, мен теннис ойнап жатыр едім деген сөйлем болып табылады. Ал perfect етістігі, яғни аяқталған етістік түрі, мен теннис ойнап көрдім деген мағынаны білдіреді. Ал егер perfect continuous болса, онда мен теннис ойнап келе жатырмын. Немесе мен теннис ойнап жүрмін деген мағынадағы сөйлемдерді жасайтын етістік түрлері.